дерек ала алады. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында және тегін медициналық көмектің кепілді көлемі аясында стоматологиялық көмек бәріне бірдей қолжетімді емес. Мәмс аясында стоматологиялық көмекті жүкті әйелдер және 18 жасқа дейінгі балалар алады. Ал тегін медициналық көмектің кепілді көлемі аясында стоматологиялық қызмет 10 санатты азаматтарға тиесілі. Олардың ішінде 18 жасқа дейінгі балалар, жүкті әйелдер, зейнеткерлер, ұлы отан соғысының ардагерлері, мүгедектігі бар азаматтар және оларға күтім жасайтын жұмыссыз азаматтар, бірінші топтағы мүгедектігі бар балалар, әлеуметтік маңызы бар және жұқпалы аурулармен ауыратын пациенттер және мемлекеттен атаулы әлеуметтік көмек алатын азаматтар. Стоматологиялық қызметті жекеменшік клиникадан алу үшін учаскелік дәрігеріңізден жолдама алудың қажеті жоқ. Себебі сіз өз еркіңізбен стоматологиялық клиниканы таңдап, сол жаққа барып мәмс немесе тегін медициналық көмектің кепілді көлемі аясында стоматологиялық қызмет ала аласыз. Стоматологиялық қызметті ауруханаларда да көрсетеді. Ол аурухананың стоматолог дәрігерлері және құрал жабдықтары бар болса, сіз сол ауруханаға барып, регистратура арқылы тіркеліп, стоматологиялық көмек ала аласыз. Егер медициналық қызмет мәмс аясында керек болса, сізде міндетті түрде сақтандырылған мәртебеңіз болу керек. Ал егер стоматологиялық қызметті шұғыл түрде алатын болсаңыз, сізге сақтандыру мәртебеңіздің қажеті жоқ. Ең бастысы, жаңа атап өткен 10 әлеуметтік санаттың қатарында болу керексіз. Мәмс есебінен стоматологиялық клиникалар амбулаториялық деңгейде консультативті диагностикалық қызмет көрсетеді. Оның ішінде түсті жылу, пломбылау және жансыздандыру қызметтері кіреді. Сондай-ақ мәмс аясында туа біткен бет жақ патологиясы бар балаларға ортодонтиялық пластина қоюға мүмкіндік бар.